Мысалға, жолдас бар. Жолдасты сіз үйге әкеп, шаңырағыңыздың төрінде күтуіңіз шарт емес көп жағдайда. Қазақ неге? Қазақтың берекесі, қазақтың бүкіл қасиеті қара шаңырағында. Сондықтан үйінің ішіндегі берекесін қашырмау үшін, ұл-қызына жаман үлгі көрсетпеу үшін, аузында былапыты бар, бір жүрегінде қаттылығы бар жолдастарын үйдің ішіне кіргізбейтін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар. Тамағыңды тақуалар ғана жесін дейді. Ол деген не деген сөз? Сені көре алмастық қылмайтын, үйіңе келгенде жаман сөз айтпайтын, бала шағаңменен отырып ұялмай сөйлесе алатын, әңгіме ғибратын тыңдай алатын адамдарды ғана отыңның басына қонаққа шақыр деген сөз шығады екен. Ал енді жора жолдасты көшеден де, кафеден де, кез келген жерден күтіп шығарып сала берсең болады. Ал енді көрінген бір бөтелкелес, я болмаса көшедегі бір тырқылдап күліп, бір-біріңменен бір болмайтын нәрсенің үстінде жүрген адамды үйің алып келуге болмайды. Өйткені үйің берекесі қашады содан. Сенің үйіңе келіп сені көре алмайтын, немесе сенің әйеліңе дұрыс көзбен қарамайтын, бала шағаңа дұрыс үлгі қалдыра алмайтын адамды береке мен қасиетіңнің ошағы болып отырған отыңның басына алып келе беруге болмайды. Мысалға, кейбір адамдар көре алмайды деп, мысалға, жайшылықта қымбат машинесін мініп шықпауы мүмкін адам, немесе бір өзінің офисіне апармауы мүмкін, өйткені осымен араласатынымды ел көрмесінші деп. Ал неге сен ондай адамды отыңның басына алып келесің? Өйткені отыңның басы берекенің орталығы. Мысалға, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқан екен. Мысалы, ортаға бір табақ тамақты қойса, соның ортасынан алып жемеңдер дейді. Әркім өзінің шетінен алып жесін дейді. Неге? Береке ортасында тұрады. Шетінен алып жесең, береке бәріне тарайды. Сол сияқты кез келген адамның берекесі қай жерде болады? Оның отының басында, шаңырағында болады. Сондықтан сол отыңыздың басына кесірлі, аузының сөзі жаман, көзі жаман, ниеті, пиғылы жаман, немесе қоғамда фитнақорлығымен жаман аты шыққан, немесе бір арақ ішетін қандай да бір адамды отыңның басына әкелме дейді. Өйткені баланың ауруы, үйдің берекесінің қашуы, әйеліңмен ортаңның да ұрыс керіс ырың жырың болуы үйіңе, дастарханыңа келетін қонақтардың себебінен болуы мүмкін. Ал енді Құдайдан қорқатын жақсы адамдарды шақырсаң, ол сенің шаңырағыңа кесір болмақ түгілі шаңырағыңа береке әкеледі. Неге? Қазақ айтады, жақсы қонақ дейді, жақсы қонақ дейді. 10 несібесімен келеді дейді. 10 несібесімен келеді. 9-ын тастап кетеді, біреуін ішіп жеп кетеді дейді. Өзі 10 несібемен келеді, 9-ын сенің үйіңе тастап кетіп, біреуін ішіп жеп кетеді. Жақсы, Құдайдан қорқатын дос туралы, қонақ туралы айтып отыр. Яғни, жақсы дос болатын болса, жақсы дос дұға қылады, жақсы сөз айтады. Сен жақсы дос келсе, үйіңе жақсы қонақ келсе, сен әйеліңнен де, бала шағаңнан да қысылмайсың. Олар да тыңдас екен, олар да менің осындай досымның сөзіне, әңгімесіне куә болса екен деп керісінше құштарланасың. Мінекей сондай жақсы адамдардың себебімен періштелер келеді екен. Олар тек қана жақсы дос, жақсы қонақ өзі ғана келмейді сенің үйіңе, Алланың береке әкелетін періштелерінің келуіне себеп болады екен. Сөйтіп сіздің үйіңізде дұға қабыл болады, тілек айтылады. Сіздің үйіңіздегі қонақ Алла туралы айтып жатса, аспандағы періштелердің өзі сіздің үйіңізге қызығып қарайды екен. Жердегі сіздің Алла зікір етіліп отырған үйіңіз аспандағы періштелерге, аспандағы жұлдыз сияқты жарқырап көрініп тұрады екен үйіміз. Сондықтан үйге дос жоранды әкелген кезде сіз нағыз досты, адал досты, тілекші досты, көре алмастық қылмайтын, сенің үйіңе қарап пендешілікпенен отырмайтын, керісінше жақсылық тілейтін адамды шақыру өте маңызды екен.